Құлшағым, бүгін мен саған бұрынғы бабамыздың келе жатқан, қазір онша айтылмайтын ырым тыйымдар туралы саған айтып беремін. Сен ырым тыйымдар туралы білесің бе? Мен қазір айтып берейін, есіңе сақта. Нанды баспа дейді. Нанды басуға болмайды, обал болады. Ақты төкпе, ақ деп отқанымыз ағарған, оны да төгуге болмайды, ол да обал болады. Сосын кемтар адамдар, көзі көрмейтін мүгедек адамдарға төгуге болмайды. Себебі ол кісілер мүгедек болғанмен кейін сен өспей керек, сен де сондай болып қалуы мүмкін деп сөйтіп тыйым айтқан. Малды теппе дейді. Мысалы, малды артынан тебуге болмайды, оның киесі ұрады дейді. Сосын тамақ ішкенде оң қолмен ұстап, оң қолмен ішу керек тамақты. Есіктен шыққанда да оң аяқпен шығып, оң аяқпен кіру керек. Сонда әрдайым сенің жолың болады деп жақсы сөздерді, ырым тыйымдарды айтқан. Түсіндің бе балам осы сөздерге? Енді әр уақытта есіңе сақтап жүресің бе?